Мемлекеттің мәртебесін биіктетіп, халықаралық қаржы нарығындағы орнын анықтауға валютаның маңызы зор. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған соң, араға 2 жыл салып ұлттық валютасын айналымға қосты. Сөйтіп ғасырлар бойы аңсап жеткізген азаттық өзіміздің төл теңімізбен сауда жасап, дербес алтын валюта қорымызды қалыптастырып, ұлттық банкімізді құруға ықпал етті. Биыл төл теңімізге 30 жыл толып отыр. Теңге дизайн жасау үшін Тимур Сүлейменовтің басшылық етуімен Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Хайролла Ғабжалелов секілді білікті суретшілер жиылып, авторлық ұжым құрылды. Теңге дизайны өте қысқа мерзім 1 жыл ішінде жасалғанына қарамастан ерекше дизайн мен сапаға ие болды. Авторлардың алдына қойылған талап тым биік еді. Алғашқы банкноттарға қазақ даласынан шыққан ұлы тұлғалар Әбілқайыр хан, Абылай хан, Әл-Фараби, Абай, Жамбыл, Сүйінбай, Шоқан бейнелері салынды. Осылайша Қазақстан қанша жыл бодандық құрсауында болғанына қарамастан, өзінің түпкі тарихын ұмытпағанын, оны әркез қадірлеп, қастер тұтатынын және бай тарихымен мақтан алатынын әлем алдында дәлелдеді. Қазіргі ақшамыз Алматыдағы банкнот фабрикасында шығарылса, монеталар Өскемендегі Теңге сарайында соғылады. Теңге талай өткелектен аман өтіп, қанша халықаралық экономикалық сынақтарға төтеп беріп келеді. Мемлекет саясатының орнықты жүргізілуі арқылы теңгенің тамырына қан жүгіртетін басты қор, отандық алтын валюта қоры үлкен күшке ие болып, бұл азаматтар мен қаржы секторына зор сенім сыйлап келеді. Төл теңгеміздің тұғырлы мерекесі құтты болсын.